Ел үшін еңбек еттің, көңілді көркем еттің, қызыңды аяладың, ұлыңды еркелеттің. Адамның асылы сен, анамның ғашығы сен, біздерге сен керексің, әке. Сабырлы салмақтысың, тау сияқты әке. Еліңе ардақтысың, хан сияқты әке. Жүресің ең бақытты жан сияқты. Біз барда сенде жассын, шыға бер биік әке. Тойымыз той қыласын, 100 жаса сүйікті әке. Ән жазды ұлың саған, жасаған сыйым сол ән. Мен саған сыйынар ем, адамға сыйынса адам. Әр сөзің жүрегімде, осынау ұлы өмірде. Мен үшін бірінші адам әке. Сабырлы салмақтысың, тау сияқты әке. Еліңе ардақтысың, хан сияқты әке. Жүресің ең бақытты жан сияқты. Біз барда сенде жассын, шыға бер биік әке. Тойымыз той қыласын, 100 жасау сүйікті әке. Асқарда сен жаның жомарт әке. Шілдеде ақпанда сен орның қымбат әке. Әрдайым біз көнеге өмір жолы. Арқаңда адам болдық, өсірдің шындап әке. Әр таңды адал көрдік, 100 жасау қымбатты әке. Құрметті алыстан жақыннан жиналған ағайын туыс, нағашы жиен, құда жекжат, барша осы Нақанов әулетінің ет жақындары бүгін міне мәни себеппен жиналып отырмыз. Еліне елеулі, халқына қадірлі болған Тобыл Торғай аймағына есімі белгілі ел ағасы, мемлекеттік қызметтің ардагері, өз ісінің шебері,
білікті басшы, білгір ұйымдастырушы бола білген, үздік мемлекеттік қызметші, үздік автокөлік саласының үздігі, талай-талай марапаттардың иесі, асыл жар ардақты әке, аяулы ата болған, ел жұртына қадірлі қамқор бола білген Болат Әуезханұлы ағамыздың, әкеміздің дүниеден өткеніне 10 жылдық асына жиналып отырмыз. Орнында бар оңалар дейді, мына соңында қалған Мәншүк анамыз, Зейнегүл, Қанат, Аида, Ержан, Дана бастаған бауырлары, ел жұрты бар, Құдайға шүкір. Сондықтан міне бүгін осы Нақановтар әулеті өздеріңіздің бастарыңызды қосып, алыс жақынға сауын айттырып, осы елордамыздың төрінде бас қосып отырған жайымыз бар. Алхамдулилля, салауат, мұсылман пенде аузынан дұрыс емес тастауы. Біз осылай Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз ешқашанда жалған болмас деген елдің ұрпағымыз. Сондықтан әуелгі сөз Құраннан болсын. Енді қадірлі ағайын, өздеріңіз білесіздер, мынау өңірімізде, Қостанай жерінде қызметін бастаған, сол елде білімін алып, мына күні кеше талай ағайынның батасын алып келе жатқан осы Нақановтар әулетіне алыста емес, кешегі Болат ағамыз дүниеден өткеннен бергі қаншама беріліп жатқан ас дұғаларда өзінің Құран кәлимасын оқып, дұғасын беріп келе жатқан, қазіргі мына елордадағы бас мешітте ұстаздық қызмет атқарып отырған Сейіт қажы арнайы бүгін асқа келіп отыр. Сондықтан ең әуелгі сөз кәләм шәріптен болсын. Сейіт қажы, өзіңізге микрофон ұсынайық. Бісміллә деп Құран бағыштасаңыз. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا كريم өзінің ризалығы үшін оқылған Мүлк сүресінен болған аяти калималардың әжірін, сауабын, нұрын шынайы ықыласымыздан арнайы бағыштадық. Әуезхан ұлы Болат ағамыздың рух шарифіне шынайы ықыласымыздан бағыштадық. Алла жатқан жерін жарық топырағын торқа рухын шат-шадман қылып, Я Раббана Кәрим біліп білместегендерін кеші өткей, бүгінгі Я Раббана Кәрим беріп жатқан ас Алла дәргайында қабыл болып, ниет асыл болып, Я Раббана Кәрим бала шағасының, немерелерінің, жарының Алла Таала ниетінің қабыл қылғай. Аллахума салли аля сайдина Мухаммад ва аля али сайдина Мухаммад. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Әумин, Алла қабыл етсін. Енді қадір экранға бұрсаңыздар, осы жуық арада Қанат досымыз Қостанайға барып, ары қарай Амангелдіге дейін бірге ат қосшы болып еріп барып, мынау Заңғар Санай деген досымыз бар. Үшеуміз барып,
Болат ағамыздың қарамағында қызмет еткен Ван жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшысы Артур деген тамаша азамат, назарымызды экранға салып отырайық. Болат ағамыз жайында бір ауыз бейнесін қарап шықсақ. Танымал ақын Хамитбек Мұсабаев асыл еді тумысынан тұлғасы, төмендемей өтті өмірден бір бәсі, досан доспан, дос бол мағзұм махаттың, бөкен еді билік құрған жалғасы деп тебіреніпті. Асылдың сынығы, тектінің тұяғы бахадүр бабалары секілді өмірдегі өз биігін бағындырып, ағайынға абыройлы, басшыларға беделді, халқына қалаулы болған атпал азамат. Болаттың бойындағы бекзаттық қасиеттер асыл текті аталарынан, беріде Әуесхан әкесінің құтымен, Мәлике анасының ақ сүтімен дарыған. Әуесхан марқұмды әкесін көзіміз көрді. Амангелді ауданындағы мал дайындау пунктінің бір қатар жылдары соның әрі ұйымдастырушысы, әрі соның басқарушысы болып еңбек етіп, сол мәселелерді ұйымдастырған және сол үлкен бір ауыр келеңсіз шаруашылықты басқарып, соғыс кезінде, соғыстан кейінгі біз жұмыс істеп жүрген кездерде де ол кісі сол пункттің әрі иесі, әрі соның басқарушысы болды. Әуесхан марқұм табандылық көрсетіп, өзінің адами қасиетін елге танытып, соғыстың кезіндегі қиыншылықтағы одан кейін қиыншылықтарды жеңуге атсалысқан азамат. Тектіліктің терең тамырынан нәр алған нартұлға, бойдағы күш қайратын адал еңбекке, алаш болашағына, қазақтың келешегіне жұмсаған ақиқат. Асқақ абыройдың арқасында зейнеткерлікке де зор беделмен жетті. Әттең ай дейтініміз бейнетінің зейнетін көре алмай кетті. Болат Әуесханұлы Наханов 1950 жылы 13 қыркүйекте Торғай облысының Батпаққара елінде дүниеге келген. 1975 жылы Целиноград инженерлік құрылыс институтын инженер құрылысшы мамандығы бойынша тәмамдады. Еңбек жолын Амангелді аудандық ауыл шаруашылық басқармасында аға инженер болып бастаған. 1978 жылы офицер ретінде әскерге шақырылып, Семей ядролық полигонына барды. Отбасымен бірге Курчатов қаласында тұрды. Өзі взвод командирі ретінде 40-50 шақырымдай жердегі сынақ полигонын көрген адам. Межелі 2 жылдық мерзім аяқталса да, әскери басшылық оны босатқысы келмепті. Өз мерзімінен 9 ай өткізіп барып, әзер дегенде елге оралады. Туған жерге келіп, аудандық ауыл шаруашылық басқармасының күрделі құрылыс бөліміне басшы болып тағайындалады. Кейін аудандық атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары, аудан әкімінің бірінші орынбасары, осы Амангелді ауданының әкімі қызметтерін атқарды. Амангелді еліндегі Жангелді, Шөптігөл, Қайнар кеңшарларының ашылуына Болат Наханов тікелей атсалысқан басшы. Тіпті үй құрылысына қажетті материалдарды сонау Сібір аумағына жеткізуді ұйымдастырды. Өзі талай рет сол жақтарда іссапармен болды. Ағамыздың тұсында аудан орталығында жаңадан орта мектеп салынды. Су құбырларын жөндеумен қатар жол құрылысына жауапты еді. Жазғы су құбырын өзеннен тартып, аудан орталығында көптеген ағаштар егілді. Парк, скверлер салынды. 90-шы жылдары бірнеше ауылдағы жабылудың сәл алдында тұрған тап кітапханаларды сақтап қалуда үлкен ерлік. Ауданның қиыншылық кезі, жалпы республика бойынша жағдайдың өте ауыр кезі, бірақ жас жігіт болса да, жаңағы атқару комитетінде істеген еңбегі бар, жұмысы бар, әкесінен алған тәлім тәрбиесі бар, халықтың арасында
өзінің атқарған жора жолдастары бар. Осыны пайдалана отырып, Болат халықпенен тығыз етене байланыста болып, сол кездегі тығырықтан қиналған халықтың қиналған кезінде ауданның бюджеті жоқ, мұғалімдер менен қызметкерлер, тағы басқа жаңағы медициналық орында істейтін адамдар еңбекақы ала алмай, пенсионерлерге уақытында пенсия ақысы да төленбей, ауданның да халықтың да өте бір қажып қалжырап тұрған кезі болатын. Сондай қиыншылықтарда ол жасымай халықпенен араласып, соларменен бірге болып, бірге тұрып, еңбегін жалғастыра берді. 1999 жылы облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің шақыруымен Қостанайға келді. Инфрақұрылым және құрылыс департаменті бастығының орынбасары қызметіне кірісті де автокөлік жолдары, жол эксплуатациялық кәсіпорындар, жолаушылар және темір жол тасымалы, геология қатарлы аса күрделі салаларға жауаптанды. 2002 жылдан бастап аймағымыздың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына 12 жылдан астам уақыт жетекшілік етті. Осылайша өмірінің 40 жылын мемлекеттің жұмысына арнаған адам. Болат Әуесханұлының көп жылғы еңбегі Амангелді елінде өткендіктен сол тұста әріптес қана болып қалмай, аға-інідей сыйласқан ел ағалар баршылық. Мемлекет және қоғам қайраткері Орал Мұхамеджанов, Сабыржан Ахметов бастаған игі жақсымен қызметтес қана емес, дос бауыр болып араласты, сыйласты. Осында ет жақыны бола білген азаматтар қатарында есімі елге белгілі ақсақал Есім Дауылбайда бар. Бізді Бөкеңнің мінезінің байлығы. Мейстер деген үлкен тұлға болды Қостанай облысында. Сол жаңағы Кочин деген нелер болды, тұлғалы айтықтар. Солардың бәрі түгіл Бөкең дегенде тәк тұрады. Сосын жаңағы Бөкең сол жол тартуға, осы жаққа арқалықпен Амангелдінің ортасындағы жолдың бәрін түгіл неткізуге үлкен күш салды. Азамат туы ар болар, әділдік соған әр болар, жадыңа тұтсаң осыны, жақсылық саған жар болар. Досыңа құшақ жайғанның қасына жолы тар болар, тілектен қазына жиғанның ошағы орны бар болар. Данагөй бабалардың өсиет өлеңі өзіміз жақсы білетін, етене араласқан ел ағасы Болат Әуесханұлына арналғандай. Расында оның жаны ары таза, адамгершілігі мол, ақ көңіл, адамдармен тез тіл табыса алатын, өмірден түйгені мол нартұлық еді. Біздің есімізде, менің есімде де, Амангелді ауданының есімде де, сол көздегі қиын жағдайда Болаттың ауданда сақтап қалғаны, халықтың рухын жоғалтпай, оларға үлкен басшылық көрсетіп, алдағы жазға аман сау алып шыққаны үлкен бір еңбек болды. Өзі де сенетін, халқына да сенетін, қай уақытта болса да халықтың күшінің берік және мықты екенін білетін, ұйымдастырғыш қабілеті бар жақсы азамат еді. Бір қалада бірге оқыдық, бірге өстік, болмаптау арамызда түсінбестік, білместік. Өмір атты мінген үлкен қайықтың ескегінде өршелене біргестік. Жүрсек дағы ойда, қырда, әр жерде арадағы үзілген жоқ, достық сезім үндестік. Бұл шумақтар марқұмның досы, атақты жазушы, ақын журналист Асқарбек Бектемісіптікі. Асқарбек шынайы ақ көңілімен жан досы жайлы ел жұрттың жазбаларын жинақтап, замандасы туралы естелік кітап шығаруға мұрындық болды. Шын туайтында Болат Әуесханұлы досқа адал, достық деген ұғымның құнын, қадір қасиетін терең ұққан, достықтың туын жықпаған жан. Есілер өзі туып өскен батпаққара елін адал сүйе білді. Сондықтан да жұрт үшін жан аямай қызмет жасады. Ешкімді алалаған жоқ, ол бойында өкпе жоқ, бірыңғай бауырдан жарылған азамат еді деген жылы лебізі бар. Облыстық маңызы бар талай тас жолдар Болат ағамыздың тұсында төселді. Бір ғана Қостанайдан Амангелдіге дейін 400 шақырымнан асатын асфальттың әрбір шақырымында Бөкеңнің қолтаңбасымен іздері жатыр. Аймақтағы жол эксплуатациялық кәсіпорында Болат Әуесханұлының бастамасымен ашылған еді. 2008 жылдан бастап Қостанай облыс ауданаралық жол пайдалану мекемесі ашылғаннан бері ол кісімен тікелей қызметтес болдым. Бастықпын деп ол кісі еш уақытта
керіп, қатты сөйлемейтін, байыппен сөйлеп, жұмысты талап ете білетін білікті басшы болды. Қайраткер ел басқарып жүргенде көптеген жастарға ағалық қамқорлық көрсетіп, еңбекке баулыды. Бөкең пейілі кең тау тұлға. Ол біреуді жақын тартып, біреуді кейіні қыстырған жан емес. Жүрген жерінің бәрін қамқорлыққа бөлейтін қайырымды, қадірлі азамат еді. Қайраткермен бірге жұмыс істеген әріптестер ол кісіні тек басшы, әріптес қана емес, тәлімгер санайды. Бүгінде қызмет бабында зор жетістіктерге жеткен ізбасарларының қатарында Қазавтожол акционерлік қоғамы ұлттық компаниясы Қостанай облыстық филиалының директоры Андрей Горбатты айрықша атауға болады. Первое знакомство 88-90 год. После этого опять нас судьба раскидала, и потому уже встретились с ним в 97 году. Потом открылся департамент, и мы уже вообще близко стали работать. Он был директором, а я у него заместителем. Много проделали работ, отработали. И помню, какая была ужасная дорога до Монтугая, как мы ее восстанавливали, делали все сообща. Он широкой души человек. Всегда вовремя мог руку протянуть. Вместе все делали едино. Ағынсудың өлгені Алтай қыста қатқаны, Асқартаудың өлгені басым бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені қар астында жатқаны, ажал деген атқан оқ бір Алланың қақпаны, дүниеде не өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Болат марқұм тірі болғанда биыл қыркүйек айының 13 күні 75 жасқа толар еді. Ол күнге жете алмай кетті. Бірақ туған жеріне туым тіккен азаматтың аты өшпек емес. Өз өмірден өткенмен артында ерен еңбегі қалды. Нақановтар отбасы Қостанай қаласында 1 май көшесінің 62-ші үйінде 15 жыл тұрған болатын. 2023 жылы ел азаматтарының бастамасымен сол үйдің қабырғасына Болат Әуесханұлының құрметіне ескерткіш тақта ашылды. Оған жергілікті билік өкілдері, жол құрылыс саласының мамандары мен ардагерлері, облысымыз бен республиканың өңірлерінен келген марқұмның достары, туыстары жиналды. Болат деген сол Амангелді ауданына кішкентайынан өсіп келе жатқан азамат, сол Амангелді ауданына еңбегі сіңген азамат. Қай жағында, қай қызметте жүрсе де, Болат өзінің мінезімен де, қандай да бір іскерлігімен де, сол Амангелді ауданының азаматтарының құрметіне бөленген азамат еді. Кісілік, адамдық, ар деген қасиеттерден аттамаған ағамыз жайында жүрегі ізгіліктен жаратылған атауымен естелік кітап жазылды. Облыстық Қостанай таңы газетінде адамгершілік биік атты ауқымды мақала жарық көрген еді. Авторы Қыдырбек Қиысқанұлы. Онда белгілі тұлға Болат Нақановтың есімін мәңгілікке қалдыру мақсатында Амангелді ауданы орталығында бір көше беру туралы ұсыныс көтерілген. Егістің әлқиссасы Қостанайдан басталды. Енді жерлестері бұл науқанды туған елінде жалғастырып жатса, нұр үстіне нұр болмақ. Мемлекеттік қызмет ардагері, Қостанай облысының дамуына өлшеусіз үлес қосқан қайраткер, үздік мемлекеттік қызметші, құрметті жолшы, құрметті автокөлікші төс белгілерінің және Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасының иегері Болат Әуесханұлы Нақановтың есімі мәңгі ел есінде қалары хақ. Болат Әуесханұлының болмысында туыс туғанына деген ынта ықыласы ерекше еді. Бар бауырлары мен жиендеріне, түгел үш жұртына ет жүрегі елжіреп, ағайын туысқа құшағын айқара ашқан адам. Ол жаттың өзін жақын қылған, бөтеннің өзін бауырына басып мейіріміне бөлеген жан. Ал құдаларына деген құрметі зор, сыйластығы тіпті басқаша еді. Әуесханның Болаты ұрпағына, ол қызына ғибратты ғұмырымен үлгі көрсетті. Үйде де, түзде де өте байсалды. Ол ешқашан балаларына артық сөз айтып, қатты ашуланған емес деп еске алады оның өмірлік жары Мәншүк анамыз. Әкенің мейіріміне кенеліп өскен перзенттері Зейнегүл, Қанат, Ержан мен олардан тараған ұрпақтар Кемел әке, кеңпейіл атаның атына кір келтірмейтін ары таза, ұстанымы нық, ұлағатты болар анық. Өкінбе әке, отың бар сөнбей тұғын. Ол мәңгілік жанады көрмей тыным, ұрпағың бар, ел менен ер намысын тірі тұрса қолынан бермей тұғын. Әр қашанда бейік көре
басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Бір 10-15 минуттық бейне көрініс. Осында отырған, мына 50 жылда ел жаңа дейді ғой. 10 жыл өткенде оған дейінгі осында отырған туыс-туғандар Болат ағамыздың бейнесін бәріңіз білесіздер. Бірақ енді осы әулетке, осы Нақановтар әулетіне, Нақановтардың туыстарының, нағашы жиендерінің әулетіне келіп жатқан достар бар, жаңадан қосылып жатқан құдалар бар. Міне сол кісілерге ағамыз жайында аз кем ақпарат болсын деп осы фильмді дайындап жатқан себебіміз де сол. Және ең бастысы, мынау атасын көрмеген ұрпақтар бар. Сол ұрпақтар атасы жайында жақсы ойда қалсын деген ниетте осы таспаны әзірлеген болатынбыз. Тілектестіктеріңізді, лебіздеріңізді, сағыныштарыңызды, енді Құран оқылған жер, әлі де Құран оқылады, сондықтан сабыр сақтап, бірер уақытқа артық ауыз әңгімеден, сөзден тыйыла тұрсақ, әдеп сақтап, тыныштық сақтап отырсақ, Алла разы болсын бәріңізге. Аға бауыр достай болып кеткен ұлттар басқа болса да атында атамайды. Шеф деп қана жүреді. Шеф дейді бәрі, әлі күнге дейін. Сол Андрей Михайлович Горбат бастаған азаматтар келе алмады, өйткені облысымызда мынау су тасқыны мәселесі, алдағы көктемгі жұмыстарға қатысты үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Мемлекеттен, министрліктен азаматтар барып, сондай бір қауырт шаруа болғандықтан сол азаматтар келе алмады. Әйтпесе осы асқа міндетті түрде келеміз деп дайындалып отырған болатын. Бірақ енді қалай болғанмен де Алла разы болсын о жігіттерге, өздерінің тілектестігін білдіріп, қай кезде де осы әулетпен жақын екендерін білдіріп, ел жұртқа, осындағы ағайынға сәлемдерін жолдап жатыр. Ас қабыл болсын деп жатыр. Қазір мен осында отырған, мен арнайы сөз берейін деп дайындалып та тұрғам, иә. Құрметті, міне бүгін Болат досымның асына жиналған жамағат. Енді жаңа айтты ғой, осындай азаматтар бүгін келе алмай қалды деп. Сол келе алмай қалғанның достардың біреуі. Енді жаңағы сол келе алмаған достардың біреуі Абжанов Серікбай кеше арнайы маған телефон соғып еді. Неде Ташкентте Таштырмал деген санаторийде демалып жатырмын. Енді мен келе алмаймын. Сен сөйлейсің. Менің атынан осы ықыласымды білдіріп, тілегімді білдіріп сөйлегенде соны жеткіз деп маған тапсырып еді. Енді Бөкен жөнінде жаңағы кішігірім көрме көрдік. Шын, енді Бөкен қай салада болсын, әке, ата, қызмет бабында ең үлкен жоғарғы деңгейде азамат болды, достық ретінде. Енді мынау жаңа Сергей Витальевичпенен бірге көрсетті ғой, Кулагинменен. Сол Кулагинменен, вообще Кулагин аудандарға командировка шыққанда Бөкенді қалдырмайтын еді. Бөкенді өзімен бірге ертіп алып, сонда жаңағы енді ауданға келгенде бас тартады ғой. Сонда Кулагин өзі бас ұстамай Бөкенге тапсыратын еді басын. Сонда керемет Бөкеннің сыйлағаны. Енді өкінішке орай енді жаңа айтылды ғой, зейнетті дұрыс көре алмай кетті. Көп қанаттың кішкентай ұлын көре алмай, енді сол жаңа онкологияда төсек тартып жатқанда жаман қуанды. О, мен соққанда Исаға дейді мені. Исаға, білесің бе, мен немерелі болдым ғой деп. Бүгін міне көп жақсы түсірілімде де айтылды, әлі де айтылады. Енді біріншіден Бөкен жатқан жері жайлы болсын, жаны жанатта болсын, топырағы торқа болып. Енді мен сенем, ол кісіге жаңа білмес деген күнәларын Алла Тағала кешіріп, сол жұмақтың төрінен орын алды деп сенемін. Міне артында қалған Маншөк
жаңағы балалары, немелері, туыс туғандары, құда-құдалары, алла тағала сіздерге ұзақ ғұмыр, бақытты ғұмыр берсін. Осы енді осы шаңырақта, осы әулетте алдағы уақытта ешқандай қасірет болмай, дастархан тек қана қуанышқа, тойға ғана жайылатын болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет Исламхан аға, Алла разы болсын. Қазір ас дәм алып отырыңыздар, содан кейін сөзімізді ары қарай жалғастыра береміз ғой. Жасқанып жаудан тығылмай, жасаулы жаудан бұрылмай, жау жүрек жомарт құбылмай, жақсы өмірің бұзылмай, жас қуатың тозылмай, жалын жүрек суынбай, жан біткеннен түңілмей, жағалай жайлау дәулетің жасыл шөбі қуармай, жарқырап жатқан өзенің жайдақ тартып суалмай, жайдары жүзің жабылмай, жайдақтап қашып сабылмай, жан біткенге жалынбай, жақсы өліпсің япырай деген екен. Енді өлімнің жақсысы жоқ, бірақ енді Абай сол Оспанға қаратып айтқанын осында отырған сол Болат ағамыздың ағалары да солай келтіру заңды деп ойлаймын. Өйткені Болат ағамыз ғұмыры қысқа болса да ғибратқа толы болды. Жаңағы фильмнің өзі де ғибратқа толы ғұмыр деп аталуы да бекер емес. Осы әулетімізде өздеріңіз білесіздер, Қыпшақ ішіндегі Елке әулеті, сол Елке әулетінде Болат ағамыздың алдында жүрген ағаларында қатары сиреп бара жатыр. Бірақ енді Құдайға шүкір, осында отырған ағаларымызда баршылық, сондай жақын әулеттің үлкендерінен бір ауыз сөз болсын. Жеңіс ақсақалымыз орнынан көтеріліп, Болат бауыр жайында бір ауыз сағынышын жеткізіп бастаса дейміз ағайын. Жеңіс аға. Болаттың жолдастары, бірге қызмет еткен азаматтар, құдалар, ілік жекжаттар, жиендер неке өткен. Бүгінгі оқытылып атқан дұға қабыл болсын. Біз енді кішкентайымыздан бірге өстік. Кеше Сейітмағамбет Сейітқазы әкемнен бастап, Әуесхан әкем барлығы біздің көз алдымызда, біздің балалық кезімізден өскен. Менің өзім 80-ге келіп отырмын. Осы әкемнің тәрбиесін алған адамдарымыз. Менің әкем Әбдік, Әуесхан әкемнің туған інісіндей болып, қатты сыйласқан адам. Өмірде бір-бірінің сөзін тастамаған, бірін-бірі қимаған сондай азаматтар еді. Мынау орында бар оңалар деп, мінекей Құдайға шүкір балалары мәншік айналайын. Осы отанасы болып отырып, балаларыңа тәрбие беріп, Болатпен бірге. Мінекей өсіріп өндірдіңдер, оқыттыңдар, тәрбиеледіңдер. Сол балалардың Алла тағала саған қызығын көруге жазсын. Ағайын туыстар жаңа айтып жатыр ғой, мынау азғантай ғана неден Болаттың істеген еңбектері туралы айтылып жатыр. Қандай жұмыс істесе де Болатым қатты сөз жоқ. Ақырын басып, аңдап сөйлеп, қаттыға бармай, қаншама сол жолдастарымен де, басқа азаматтармен де сыйласып өмір сүрген азаматтың біреуі.
әттең Алла тағалаға да жақсы адам керек шығар. Дүниеден ерте кетті. Осы өмірде мінекей әлде де жүріп, осы балалардың қызығын көріп, осы жерде отырса қалай болар еді? Мынау балаларым сендерді уақытты тәрбиеледі, өсірді, қызметке тұруларыңа да бәріне себепші болып, қанат айналайын. Барлығына себепші әкелерің көп еңбек істеді. Осы еңбекті ақтап жатсыңдар, мыңда бір рахмат айналайын. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деп. Әрқашанда мінекей сол мәшік айналайын. Біздің елке әулеттерінің қандай бір қайғысы болсын, қуанышы болсын, қалмай балаларыңмен бірге жүріп, соның қуанышына қатысасың. Соның есі мінекей соның Алматыдан бастап азаматтардың бәрі келіп, сенің қолыңнан талай азаматтар тамақ ішті, дәм татты. Сол үйдің берекесі әйелді ғой айналайын. Саған көпке бір рахмат. Балаларым, Болат ауданды басқарды. Ол бір қиын уақытта айналайын. Жаңағы Мұқан сөйлеген сөзінде айтып жатыр ғой. Пенсияны ала алмай, зарплаттың өзі 3 айға 4 айға кешігіп, қиыншылық жағдайда ауданды басқару оңай болған жоқ. Бірақ сол мойынға түскен істің барлығын Алла тағала оның шыдамдылығы менен, азаматтығы менен бірталай жұмыстар істеді ауданда. Ол оның маңдай тері ешқашанда ұмытылмайды. Мынау Әуезхан әкем өте зерделі адам еді. Өмір бойы сол шаруашылықта істеп, атқорында істегенде, пенсияға шыққаннан кейін әкем ақырындап ауданда жүреді, мал қайтарады. Сонда мінекей малын жоғартқан адамдар әкемнен сұрайды екен, менің аласы еліңді көрдің бе деп. Сонда әкем айтады, анау Үшпегеттің алқымында жатыр деп. Әкем бір көрген малын, бір көрген несін өмір ұмытпайтын зерделі адам еді. Сол әкемнің қасиеті айналайын. Болатым жақсымен жолдас болып, жақсының соңына ер алып, қатарына жақсыны жинады. Мінекей соның жақсылығы ұрпағы мінекей жақсы өсіп келе жатыр. Біз саған қуанамыз. Мен сендердің мына өсіп жетіп, осылай үлкен азамат болғандарыңа сондай қуаныштымын. Өмірде ең қиын нәрсе артында жоқ нәрсе. Құдайға шүкір, артында барсыңдар сендер. Барсыңдар. Осыған тәубе ету керек. Қиын жағдай, қазіргі жағдайдың өзі қанша баршылық десең де, бұл заман біреудің отына күйіп кететін, біреудің алдауына түсіп кететін заман. Сондықтан осыдан аулақ болыңдар. Балаларым, сендерге айтатыным, ағайын туыс, ынтымақ бірліктерінен Құдай айырмасын. Жолдастары әрқашанда Болатты жаман деп бір сөз айтатын адам жоқ болуға тиісті. Өйткені адам баласына мен білетін Болат ешкімге жамандық жасап, қаттылыққа барып көрген адам емес. Қатар жүрген жолдастары мінекей отыр ғой бәрді. Сондықтан мінекей мәжік ботам. Балаларың енді Болат жасамаған жастыр, мәжік сен жаса. Балалары жасасын. Болат көрмеген қызықты сен көр. Балалары көрсін. Ағайын туыс бәрің аман болыңдар. Бәқ, Алла тағала бәқті беру Құдайдан. Ал осы ынтымақ, бірлік беру, ол жұбайдан деп айтады. Міне сол жұбайының мықтылығы, біздің мәшіктің. Осы ағайын туысты біріктіріп, бәрін қосып, маңдай Болаттың 10 жылдығына қайтқаннан мінекей Құран оқытып жатыр. Құрандарың Алла тағала қабыл болсын, бөкенің жатқан жері жайлы болсын. Артындағы балалары тек қана айналайын, жақсылықта, қуанышта, дастарханның басында барлығыңды қосуға жазсын. Рахмет. Лауазымда болса да өздеріңіз бастаған барша туған туыстарды ұмытпай,
солардың әрбір қуанышын балаша қабылдап қуанып жүретін сондай азамат еді. Туыстардың басын біріктіруге, үлкен мен кішінің арасында дәнекер болуға күш салып жүретін сондай бір аңқылдақ азамат еді. Енді Болат ағамыз жаңа фильмде де айтып жатқан құдаларын ерекше құрметтейді. Осы жерде қаншама әулеттің құдалары отыр ғой, мына өзінің кіндігінен тараған ұл қыздардың құдаларына ерекше қарайтын, аға бауырдай көретін. Енді Қостанайдан Әбіл құдамыз келіп отыр. Жақсымен құда болсаң, ел ұстанған тілектей болады, қыз ұстаған жібектей болады, жадыраған жаздай болады, айдың көлдегі қаздай болады, ота ортасындағы оттай болады, от ортасындағы шоқтай болады, тұрағы асыл шырақтай болады, тұяғы асыл пырақтай болады. Бірақ бұндай дәулет кімге тұрақтай алады деген екен. Сол дәулет осы Нақановтар әулетімен, осы әулетпен құда болған өздеріңізге тұрақтаған екен. Енді Әбекең Қанат досымыздың атасы, білесіздер. Сондай-ақ мынау 20 жылға жуық құда болып келе жатқан Ержан бауырымыздың атасы Елубай құдамыз міне Қарағанды елінен арнайы келіп отыр. Сондықтан қос құданың бір ауыз сағыныш лебізін тыңдасақ ағайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал құрметті ағайындар, құрметті туыстар. Міне адамды қосатын енді осы екі балалар ғой міне. Соны Қостанайда мынау біздің Қарқаралыға құдандалы болдық. Оған біз тәуба дейміз. Әрине осы мен өзім балаларымның арқасында осы Қазақстан жер-көкін бәрін араладым. Әрине мен кім аралады мен Қазақстанды. Сондықтан енді мынау Бөкеңмен құда болдық. Соны Қостанайда жатып, соны Қарқаралыға таңертең 8-9-дың кезінде звондайды. Құдай бұлысының жұмысы қайда десем, сол адамгершіліктің, сол елдің амандығын сұрау үшін звондайтын көрмеді. Сондықтан енді мынау Бөкеңнің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Әр уақытта тойымыз той қыласын. Енді құдаларды бір жола атағаннан кейін мен енді тілек құда өзіңізді осы қатарға шақырайыншы. Алаштың 3 баласындай болып тілектеріңізді жаудырып тұрсаңыздар. Әбіл құда. Ал Бөке енді құдамыз үлкен азамат болды ғой. Көп жұмыс жасап, енді есімізде қалатын болды. Бұлай айтқанда, енді балалары жолын қуып жүрсін. Қанат, Ержан, бәрімізге жақсылық қана көрсетіп, Бөкені еске алып, жол үлкен болсын, немеренің рахатын көрейік. Құрметті ағайын, мынау зымырап өткен заман, уақыт өлмеген құлға 10 жылда өте шығыпты. Мына Бөкеңмен 2005 жылы құда болдық. Жалпы Дана біздің баламыз. Нағашына бейім болды да, мына Елекең құда боп шыға келді. Ана Мәншік құдағи біздерді аса мойындамай жүр осы уақытқа дейін, 20 жыл болса да. Қай жағынан болсын, аман болсын балалар. Бөкең деген азаматпен міне 2005 жылы құда болғанда көрдік, сондай ақ көңіл екендігін бірден кісінің бауырына кіріп кетіп, өзіне туыс қылып алатындығын жаңғыз құда емес, кез келген адамға сондай пейілі кең адам екендігін өзіміздің көзіміз жетті.
Бөкең мемлекеттік қызметтің жілігін шағып майын ішкен азамат. Кеше жаңағы бейне роликте көріп жатырмыз, ол кісінің жолы өткен жолын көріп жатырмыз. Қарапайымдылығы ол әрбір адамға тән жат емес ол кісінің. Сондай үлкен лауазымды қызметте жүріп, біз Қостанайға келгенде, мынау Хрущевка дейді ғой, сондай үйдің 2-ақ бөлмесінде ғана тұрды. Тек қана пенсияға шығар кезде ғана өзінің баспанасын кеңейткенін біз көзіміз көрді. Ол деген әрбір сондай мемлекеттік қызметшінің қолынан келе бермейді. Ең бірінші барған жерінде зәулім үй салдырып, елдің көзіне түсіп, артынан сөз ертетін. Ал Бөкеңнің артынан бірде-бір сөз ертпегеніне мен өзім кәміл сенем. Бөкеңнің қызметіндегіндей одан төмен қызметте істеген кейбір азаматтар сол керісіне сыймай жүреді ғой. Ал ондайды біз Бөкеңнің тарапынан ешқашан көрген емеспіз. Құда болдық, бірге жүрдік. Міне Бөкең қайтыс болғанда мен ол кісінің топырақ салуға келе алмадым. Сол күні 17 март күні менің туған нағашым да қайтыс болды. Міне 40-на келдік, сонда көрдік ол кісінің қадірін. Сол 500 адамдық ресторанда сол кісінің дұғасына қатысқан адам сыймады ғой енді мысалы. Ол деген бір сол кісіге деген құрмет екенін біз көзіміз жетті. Ол кісінің мынау келіндерге деген, немерелерге деген махаббаты өте зор болды. Біздің данамыздың айтқанын сол данышке деп өмірден өтті ғой. Орал деген немересін өте жақсы көрді, басқа немерелерінде жақсы көретініне біз кәміл сенеміз. Сондай азамат міне бүгін ортамызда жоқ әрине, бірақ орында бар оңалар дейді. Аллаға шүкір ететініміз, ол кісінің ғұмырының жалғасы, міне балалары Қанаты, Ержаны, Зейнегүлі бар. Ғұмырының жалғасы немерелері бар. Міне Оралы бүгін студент Алматыда оқып жатыр. Солар деп ішкен асын жерге қоятын солар дегенде. Енді не айтамыз біз? Мәншүк құдағы енді аман болып, осы Бөкең сізге аманат етіп тастап кетті ғой, осы бәрі жақсылықтың бәрін. Сол аманатқа қиянат жасамай, солардың қызығын көріңіз енді. Жақсылықта басымыз қосылсын. Бөкең жоқ болғанмен айттық қой, жаңа артындағы тұяқтары бар. Алла тағала осыларға ғұмыр берсін. Осылардың қызығын көрейік. Анда-санда да бізді құда деп қойыңыз енді. Мәншүк құдағи. Мынау Талғат деген менің інімнің баласы Дана. Бірақ мына өте берілген мына нағашыларына. Міне аман болыңдар нағашылары да. Әумен айтқандарыңыз келсін, орындарыңызды алып жайғасып, астан алып отырыңыздар. Енді Болат ағамыздың артында қалған ел жұрты, соның бір жұрты міне құдалар сіздер аман болып өсіп келе жатқан сол екі елге дәнекер ұл мен келін, күйеу мен қыз, немерелерге, шөберелерге бас көз болып солардың қызық қуанышын көре беруді Алла сіздерге нәсіп етсін. Енді Болат ағамыз 3 жұрты бар. 3 жұртына да қадірлі, әсіресе мынау өз жұртын айттық, нағашыларын атап жатырмыз. Енді мынау қайын жұртына да бір қадірлі адам кім десең, Болат Нақанов деп айтар едік. Ол кісіні Болат деп ешкім жұмсап көрмеген, бөке деп құрметтеп өткен, міне сондай бір құрметтеп жүрген, құрметтеп өткен қадірлі қайын жұртынан Мырзабай ағамыздың бір ауыз сағыныш тілектестік сөзі болсын. Мырзабайға бар ма? Құрметті қауым, бүгін мынау Бөкеңнің 10 жылдық еске алу кешіне келіп отырмыз. Бұл Бөкең туралы біраз азаматтар жақсы айтып отыр.
сол жақсылықтың бәрін біз де айтамыз. Әрқашан құрметті болды, елге сыйлы болды, беделді болды. Қайын жұртқа да, өз жұртына да, нағашы жұртына да адамгершілігі мол, өте қайырымды, қатты сөз жоқ, биязы, қыз бала сияқты. Сондай жігіт еді. Алла тағала кішкене ғұмыр жолын қысқалау болды. Мен не айтамыз, мынау артта тұяқтары қалды, осы тұяқтары мынандай жақсы не жасап отыр. Есік алу несін. Әрқашан сол балалары бақытты болсын, ғұмырлы болсын, таланды, несібелі болсын. Алла тағала сол екеуінің атына кір келтірмей дәл осылай жүре берсін. Мәншүк Басқаров, Мәншүк қарындасымыз. Мен әдейі сол осы екеуінің жасы кіші болса да жаңа айтып отыр ғой, бәріміз бөкі дейтінбіз, күйеу бала болса да. Сол бөкенің осы 10 жылдың астына сонау Алматыдан келдім, әдейі жатқан жері жарық болсын, бір атырқа болсын, иман байлығын берсін Алла тағала. Енді қалған артта қалған бала шағасылы қуаныш тойда болсын. Мәншүкшілердің Алла берді қызығын, қуанышын көре бер. Осы айтқан жігіттердің барлығын тілегіне қосыла тұрып, Алла тағала арттағы ұрпақтары, балалары, немерелері, шөберелері ұзақ ғұмыр жасап, әкесін, аталарын, ұлы атасын еске алатын тұқымнан болсын. Ал барлығыңызға денсаулық тілейміз. Қатысып отқан туыс туған бір бөтен адам жоқ бұның ішінде. Құда жекжат, туыс туған, ілік жырағат. Осы бәрімізге денсаулық болсын Алла тағала. Бас қоссақ, Болаттың әулетінде қуанышқа, тойға бас қосайық. Алла жар болсын. Рахмет. Әумен айтқаныңыз келсін Мырзеке. Қадірлі ағайын, бүгін енді Болат ағамыздың тікелей ет жақындар емес, сонау Әуесхан атамыздан тарайтын ұрпақтар да келіп отыр. Нағашылы, жиенді болып келіп отырған, әрі бір жағы Болат ағамызбен бала күннен құлынтайдай тебісіп өскен, бір салада еңбек еткен, бірге өсіп, бірге қызмет істеген Бақытжан Жұманов ағамыз бір ауыз сағыныш тілектестігін білдірсін. Бері қарай шығып сөйлесеңіз, нұр үстіне нұр, елдің бәрі көрсін. Күнге құрмет көрсетіп, сөз сөйлейтін адамдарға кішкене құлақ салып, назар қойып тыңдап отырғандарыңыз абзал болар. Рахмет. Құрметті жамағат, манадан бері кісілер сөйлеп отыр ғой. Біздің Болатжанның біздің арамыздан кеткеніне де 10 жыл болып қапты. Сол кісіні еске алып балалары, Мәншік ас беріп отыр. Бәрімізді Астананың төріне шақырып, жаңа жақсы тілектер айтылды. Мынау фрагмент кино көрсетті. Мұхтар Ақсақал біраз мен айтты. Өзім таныстырсам, біз ұлы нағашысы боламыз. Оның Болаттың атасы Сейітмағамбет менің Жұман әкемнің апасынан туады. Сондықтан бірақ негізгі нағашылары оның Бегімбеттер, Әбдірлер. Айтайын дегенім, менің әкем Асқар 17 жасында Қостанайда оқып жүргенде осы Сейітмағамбет пен Әуесхан баласымен әкелі ақ түрмеге түсіп, онда қаралау көп қой. Сол кісіге сол тамақтасып жүрген. Енді Болат неге Нақант дейсіздер ғой. Ол Нақандығын інісі бір сағыстан қайтпағасын, соның есімі қалсын деп, Болатқа Нақант деп, сол інісінің атын қалдыру үшін беріп отыр. Ал Әуесханның қалған балалары Сейітмағамбетов, Әуесханов солай. Болатты бәрі жалғыз дейді, Болат жалғыз емес. Осында Дүйсен інісі отыр. Дүйсен, бер келші, сені жұрт көрсін сен. Сен тығылып өзі ағаштың әлді өстің ғой. Мынау Дүйсенді, міне, Жиеншар.
Сосын Болатпен бірге өскен Қалихан бар. Қайда Қалихан? Иә, айттым ғой өзір. Қалихан, сосын жеңіс. Қалихан, мен Болаттың үйінде оқып жүргенде кішкентай балатығым, бұзық. Иә. Сосын мына жеңіс. Ағашты көлде өстім. Мына Сейітмағамбетов болып жазылады. Мына Жаманов, енді оны жасыратыны жоқ, Айтқылдың баласы, Орқынның баласы. Міне осылар бауыр болып, Болатты. Сосын осында жаңа Айтқыл ағамның балалары бар, Таңатары ағамның балалары бар, Орқын ағамның балалары бар. Бәрі Болатты қатты сыйлаған. Жаңа Болаттың қызметін айтып жатыр ғой бәріне. Әскербек ағамның балалары бар. Міне, осылар бәрі Болатты қатты құрметтейді, көкөйдейді. Ол жаңа айтып отыр ғой, Болат бір баланы ұрсып көрген жоқ. Мына Қалиханды ерке болды бұл, бұзық. Бұны бір ұрысы бір қолмен шықып көрген жоқ. Міне, ол Айтқұлдың балалары қалай Болатты сыйлады. Туған сайын 60-ына да мәшіне, 70-іне мәші сыйлап жүрді. Сол енді мынау мәшік, енді Қанат бар, Ержан бар, Зейнебіміз бар, артында ұрпақ қалды, немерелер өсіп жатыр. Сен жалғыз емессің, осы Болат саған соларды тастап кетті. Енді өзі қызметіңді бәрін атқарып жүрсің, саған рахмет. Жағың түспей жамандық көрме, осы балалардың жақсылығын көре беріңіздер. Ал сіздерге мынау келгеніңіздер қол жайып, сіздерге мыңда бір рахмет. Болаттың жатқан жері жайлы болсын, қараңғы жері жарық болсын, мынау оқытқан дұғаларыңыз қабыл болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Қадірлі ағайын, бұл жалғаннан кім өткен? Патшалы байтақ ел өткен, арқасында ерлердің мал жайып шаруа күнелткен. Алланың досы Мұхаммед 63-ке келгенде үмбетімде болды өткен. Зұлпықарын суырған, қарсы келген дұшпанның заманасын қуырған Әзірет Әлішер өткен. Батыр өлмес демеңіз, жақындатып сөйлесем, атса мылтық өтпеген, шапса қылыш кеспеген, тама деген халықтан есет деген ер өткен. Әулие өлмес демеңіз, әмбие өлмес демеңіз, адай деген халықтан бекет деген пір өткен. Шайыр өлмес демеңіз, мақтым құлы шайыр олды өткен. Ақын өлмес демеңіз, Абай хакім олды өткен деп бабаларымыз бекер айтпаған. Мынау бүгінде өзі кетсе де артында елеулі ісі қалған, өлшеусіз еңбегі қалған азаматтар көп. Болат ағамыз сондай елдің қадірлі азаматтармен етене аға бауыр дос бола білді. Қойындасып бірге жатты, бірге жүрді. Қанша жоғар дәрежеге жетсе де қарапайымдылық қалпынан тапқан емес. Сондай бір елдің үлкен азаматы, Қостанай елінен шыққан мақтанышымыз, мемлекет және қоғам қайраткері, кезінде парламентіміздің мәжілісін басқарған Орал Мұхамеджановты білмейтін ел кем дегем. Орал Байғонысұлы өмірден өтсе де артында жайқалған әулеті, жайылған еңбегі қалды. Сондықтан бүгінгі осы аста сол Болат ағамыздың аға досы болған, бүгінде мынау өзі кетсе де Шолпан апайымыз арнайы келіп отыр. Мынау Болат ағамыздың артында қалған Мәншүк апамыз бастаған осы әулетпен ет жақын, етене аралас болып жүрген анамыз. Сондықтан Шолпан апай, өзіңіз микрофон алып, бүгінгі осы астың себепкері болып отырған Болат ағамыз жайында осы әулетке деген бір ауыз тілектестігіңізді білдірсеңіз екен.
екеуі бірін қатты сыйлады болады. Орал артынан қалмай, аға деп бізге келгенде екеуі біраз отырып, әңгіме айтып, өлең айтып, екеуі бір-бірімен күліп ойнап отыратынды. Ой, Болатым-ай, ақ жарқын, ақ көңіл. Бір-бірін қатты сыйлап отты ғой, мінекей Орал. Өтке кеткесін, мінекей Болатынымызды жоғалттық. Мінекей бүгін Мәншүк балаларымен ас беріп, құрметіп әкесін, жолдасын Мәншүк. Енді не айтамыз? Болатын жатқан жері жайлы болсын, жарқын болсын. Сол мінекей Мәншүк балаларын қызын көрсін. Немере мінекей Алла берді. Шөбере де болады. Мінекей осылай әрқашан сыйластық бүкіл елге болып жүр. Әумин. Шолпан апай, өздеріңіз аман болыңыздар. Енді қадірлі ағайын, қазір бата берердің алдында батаны ел ағасы осы Мәншүк анамыздың ұлы нағашысы Есенбек ақсақал береді ғой. Бірақ енді сол бата берердің алдында бір ауыз өзіңіздің сөзіңізді жеткізіп барып, иллахи батаңызды берсеңіз, осы орныңыздан айта беріңіз аға. Бірінші бір ауыз сөз айтып алыңыз, содан кейін батаңызды берсеңіз. Көпшілік қауым жаңа жүргізуші айтып өтті ғой. Мен Мәншүк Жоландардың түп нағашысымын. Ал енді мынау Болатпенен қазақта болады, мынау қатар жүріп, аға жолдас, әне жолдас деген Болаттың жасы менен кіші, бірақ сыйлас, сырлас болдық, араластық екеудің біріндей болып. Мына Қостанайға келгеннен кейін тіпті жақын араластық. Жаңа азаматтар айтып отыр ғой, Болатқа ешқандай сөз айтып жеткізе алмайсың, қатардан озық, жақсы азамат еді. Ал енді мен қысқа айтайын енді, қайталамай қояйын. Балғожа би айтқан екен, ер жігіттің атын шығару үшін бірінші астында дұрыс аты болу керек, екінші дұрыс жары болу керек, үшінші жайылған дастарханы болу керек деп. Осының үшеуі де Болатта болды. Астындағы аты, істеген қызметі жаңа бәрін көріп тыңдадыңыздар. Ал енді жары Мәншүк мынау қазақи ғұрыппенен өзінің жарына деген адал қызметіменен бүкіл ғұмырын соған арнап, соның бала шағасын асырап, ағайын туысыменен араластырып, барынша бойындағы қызметін көрсетті. Дастарханың кең жайды. Кісіге жайған дастарханың өзіңе жайғаның дейді қазақ. Мінекей сондықтан мынау Болатжан жан жағынан бәрінен де Алла берген бақытты азамат. Артында балалары қалды, мінекей сол балалар ержеткен. Бүгін ата көрген оғжан ат, шеше көрген томпыш ет дейді. Бүгін дұға оқытып жатыр. Алла осының етін қабыл етіп, сауаптан жазсын. Бата. Көпшілік әумейін деп жайшы қолың, жалбарынған өзіңе мен бір құлың, өліменен тіріні қабат сұрап, үмітпен жаратқанға жайдым қолым. Батан қабыл тілегің дұрыс болсын, бақ қонып қадырдарып ырыс қонсын. Мәйітіңе хақта қалам қабыл айлап, қабырың жарық болып нұрға толсын. Бір Алла рахымының молын берсін, жәннатта жатқандардың жолын берсін. Көлінен ғарып қаусар қанып ішіп, ғарыштың көлеңкесінен орын берсін. Туы барда өлім хақ, бола алмайсың тосқауыл, туралап келсе ажал тап. Құран оқып қол жаю, тіріге қалған аманат. Көңілдерің көл болсын, несібелерің мол болсын. Болаттың ұрпақтары ер жетіп, әр қайсы өз алдына ел болсын. Жаратушы құдірет, жарылқаудың қамінет. Осы берген батамды хақта қала қабілет. Аллаху акбар. Әумин, қабыл болсын. Енді қадірлі ағайын, қазір кезекті Құранға берейік. Мынау әулетімізден
бұрынғы кейінгі көшкен марқұмдар бар, соларды барынша атап өтіп, Сейітқажы өзіңіз кәлемнен бағыштасаңыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا жаратушы ем жарах Алла Тағала өзінің ризалығы үшін оқылған Ясин шәрифтен болған аяти кәлималардың сауабын марқұм болған Жаманқара ұлы Сейітмағамбеттің рухына, Сейітмағамбет ұлы Әуесхан, Сейітмағамбет ұлы Нақан, Сейітқазы ұлы Әмірғазы, Әуесхан ұлы Болаттың рухына, Әуесхан қызы Әсия, Сәбия, Жаңылдың рух шәрифтеріне, Тілеулі қызы Бибіжамалдың, Нөпір қызы Маликаның, Тілеубай қызы Шарима, Тайшы қызы Разияның, Сейітмағамбет қызы Тоқтар, Әмірғазы қызы Кәмелдің, сондай-ақ Я Раббана Кәрим арнайы Әуесхан ұлы Болат ағамыздың рух шарифіне шынайы ықыласымыздан бағыштадық. Алла жатқан жерлерін жарық, топырақтарын торқа, рухтарын шат-шадман қылып, біліп-білмей істегендерін Алла кеші өткей, періштелердің сұрақтарын жеңілдеткей, Аллаға құл Мұхаммад алейхиссаламға үммет қылғай. Я Раббана Кәрим, тілеген тілектерді, сұраған сұрауларды қабыл қылып, бүгінгі берілген астын әжірі, сауабы, нұры марқұмдардың рухын шат-шадман қылғай. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Әумин, Алла қабыл етсін. Қадірлі ағайын, шайдан алып отырыңыздар. Қадірлі ағайын, шай алып отырыңыздар. Енді осы дастарханның басында бір елге белгілі үлкен ел анасы отыр. Аруана ақын деген атқа ие болған, кезінде айтыста тұңғыш рет атан түйе жетектеген Алаштың ақыны, өзіміздің Тобыл Торғай елінің мақтанышы Әлпия Орманшин апамыз отыр. Енді бұл кісі осы әулетке алыс емес, Болат ағамызды ағалап өткен, сондай бір құрмет тұтып өткен апамыз. Ағамыз өмірден өтсе де артындағы әулетімен, ұрпақтармен байланысын үзбей, бүгін міне
арнайы асқа келіп қатысып отыр. Сондықтан Әлпия апа, ағаңыз жайында сағынышыңызды бір ауыз сөзбен жеткізсеңіз деп микрофонды өзіңізге ұсынайын. Құрметті осы қол жаюға асқа келген ағайындар, қадамдарыңыз сауапқа болсын. Алла ағамды иман байлығымен жарылқасын. Мен Амангелдіде бірге жұмыс істеп, орталарында еркелеп өскен, туған болмаса да туғандай болған үш ағайым бар еді. Орал ағам, Дүйсен ағам және Болат ағам. Үшеуі мені көргенде машиналарынан түсіп, менімен амандасып, маңдайымнан сүйетін. Туғанға бір бөлек, туғандай болу екі адамның бірінің қолынан келмейді. Ондай жегім кетіп қалды. Мәншік мені ешқашан өздерінің туған қыздарынан, қайны қайынсіңлілерінен бөлген емес. Бұл өмір талайлардан қалған екен, жалт етіп бір көру кейінгіге арман екен. Бірген дүния шіркін-ай өте шығар, көздесіп жұмай жөтер жалған екен. Мінезі өзгешеді жайраңдаған, көрушет мені көкте айдан, мен артық көрушеді айдан ағам. Топырағың торқа болсын деп тілеймін. Бір Алла иман берсе қайран ағам деге келіп. Қанатжан, Ержан, Зика, ботақандарым, келіндерім, Алла тағала сендерге ғұмыр берсін. Мәншік, сендей жеңге екі адамның біріне бұйыра бермейді. Ортамызда осылай жүріңдер, Шолпан тәте. Сіздерге еркелеп мен жүрейін бұрынғыдай. Және мұна әдей Асқарнап Қостанайдан Күнзия тәтем жұпар кеп отыр, Ақмаш отырмын жерде нағашыларымның. Алла тағала осы енді қалған уақытта осы босағаға қайғы қасірет көрсетпей, Мая тәтем отыр, бірге қызмет істедік. Бір ауыз артық сөз бір-бірімізге айтқан жоқпыз. Енді Алла тағала қалған уақытта ешқайсыңыздың босағасына жамандық келтірмей, енді осы қалған Шолпан тәте, Мәншік, қалған тәтелерім, апа жеңге, ағаларым, аға жеңгелерім, сіздер тек балалардың қызығы рахатын көріңіздер. Аллаға тайым менің Болат ағам. Жаны жанатта болсын, тәні рақатта болсын. Алла иман байлығымен жарылқасын. Ол кісі аға болғанда, өлгенше ол кісіге қарындас болудан мен ешқашан өзгермеймін. Мәншік, Алла саған балалардың қызығы рақатын көрсетсін. Немерелеріне шөбере шөпшөк сүйіп ортамызда аман сау жүре бер. Әумен айтқаныңыз келсін, Әлпия апа, аман болыңыз. Міне бүгін биыл осы Алаштың ақыны Асқаралы 70 жасқа толып жатыр. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Құрметті ағайын, жаңа сөздің басында елдің ағалары осы Болат ағамыздың қай-қай ағайынға елжіреп тұратынын айтты. Осы әулеттің жиендері де Болат ағамызды өте құрмет тұтып, нағашылап, бір көбі болады ғой, орынсыз қалжыңмен, ыржақай сөзбен қағытып отыратын, ондай емес. Болат ағамызды кәдімгідей сый құрмет көрсетіп, қадір тұтушы еді. Соған біз куә болғанбыз. Жиендері құрметтеп жаңа ағаларымыз айтып жатыр, бір емес, 2 көлік мінгізгенін айтып жатыр. Алла разы болсын. Ал енді Болат ағамыздың әкесі Әуесхан әкеміздің туған қарындасы міне Тоқтар апамыздан тараған ұрпақтар осында отыр. Енді ол жиендерден де бір ауыз сөз болсын. Мен микрофонды Олжас жиенге бергім келіп отыр. Ол жеке
бері қарай келіп микрофонды алып бір ауыз сөз арнасаңыз. Құрметті жиналған қауым, өмір жол, адам керуен, сол керуеннің алдыда, артыда біз емес деген бабаларымыздан қалған жақсы дана сөз бар. Сол дана сөздің қандай кереметтігін, қандай терең айтылғандығын өмір өткен сайын көзіміз жетіп келе жатыр. Кеше ғана көз алдымызда жүрген еркелетіп, інім, бауырым деп жиен деген сөзбен айтпай, әрқашан өзімен тең ұстап, ақылдасып, Қостанайдан Астанаға бет бұрып шықса, міне үйден шығайын деп жатырмын. Осы жерге келдік, орта жолға келдік, Астанаға келдік деп хабарласып, барлық сырын, мұңын, өзінің өмірдегі болып жатқан мәселелерін кәдімгі туған бауырымен бөліскендей бөлісетін нағашы көкеміз, Болат көкеміз мінекей көз жұмып кеткелі 10 жыл өте шығыпты. Өмір деген шолақ екен, жан кеудеге қонақ екен, ақырет деген киім бар, алып кетеріміз солақ екен деп, ақыретін алып кеткеніне көзді ашып жұмғанша 10 жыл өте шыққанын байқамайда қалыппыз. Көкеміздің қандай алтын кісі екенін барлығыңыз білесіздер, қаншама жаңағы түсірілген фильм, айтылған сөздер, соның барлығының дәлелі. Енді мынау көкемізді еске алып, балалары, жұбайы Мәншүк тәтеміз үлкен ас беріп жатыр. Көкеміз өзі тірі кезінде қандай көпшіл болса, қандай бауырмал болса, сол игі ісі, бойындағы жақсы қасиеті қанымен, тәрбиесімен балаларына сіңіп, мінекей қанат бастаған сол Болат көкемнің әулеті үлкен ас беріп жатыр. Әкені құрметтеген, аруағына тағзым жасаған, батасын алған ер жігіттің жебесі тас тесет дейді. Демек, осындай бағыттағы өсіп келе жатқан балалар армандарына жетіп, өмірлері жақсы болады деген жақсы сөз. Осы жердегі Мәншүк тәте, Болат көкеміздің әулеті, сіздерге өте ризамыз. Болат көкеміздің мынау көпшіліктің жасаған туы құлаған жоқ. Ол одан сайын тік желбіреп, қанат бауырымыз жалғастырып жатыр. Құдайға шүкір. Әулеттеріңізден жамандық аулақ болсын. Алдағы уақытта осындай ағайын туыс бауырларыңыз тек қана қуаныштың, жақсылықтың себебімен жайылған дастарханның қонағы бола берсін. Баршаңызға рахмет. Әумин, Алла разы болсын. Енді қадірлі ағайын, тағы да бір ауыз сөз айтам дегендеріңіз болса, енді қысқа нұсқа айтып өтсеңіздер болады. Әзір сіздер шай алып отырғанда уақыттарыңызды алмайық. Енді міне бүгін байқап отырсаңыздар, Болат ағамыздың өз жұртынан да қаншама азаматтар, немере бауырлары, сонау Торғай, Амангелді, Қостанай, мына жағында Мәншүк апамыздың да өз жұрты келіп отыр. Қостанайдан, сонау Лисаковтан, жан-жақтан, Әулиекөлден жиен нағашылар, құдалар, мынау Болат ағамыздың достары, жаңа сөзді бастап сөйлеген Исламхан ағамыз бастаған, одан кейін міне балаларының достары, тағы да айтайын, жаңадан қосылған Болат ағамызды көрмеген достар, әріптестер, құдалар, міне баршаларыңыз келіп отырсыздар. Алла сіздерге разы болсын. Енді қалай дегенмен де мал иесі, жан иесі ол өзіңнің ет жақындарың ғой. Сондықтан мынау асқа бата берілмей тұрып, сол әулеттің атынан Болат ағамыздың бауырлары, міне Дүйсен ағамыз, Жеңіс, Қалихан ағаларымыз бар. Сол ағалардың, бауырлардың атынан Дүйсен аға өзіңіз бір ауыз
елге бір ауыз алғысыңызды, ықыласыңызды білдірсеңіз. Ана жолы біз Амангелді еліне барған кезде сол үйге қарсы алып, қоныңдар, қонағасы жеңдер деп ораза кезі, бірақ енді өзіміз уақытты қыз болғасын қарамай, алғысымызды айтып кетіп қалдық. Сізге Алла разы болсын. Сол елде түтін түтетіп, шырақшы болып отырған сіздер аман болыңыздар. Және енді осы әулетке бас көз болып отырған балаларға шамшырақ болып отырған Мәншүк апа, өзіңіз берірек келсеңіз. Енді Зико, Қанат, Ержан, сіздерде бері қарай келіп қатар тұрып тұрсаңыздар, мынау апамыз бен ағамыз елге, жұртқа, халыққа бір ауыз ақыласын жеткізсін. Құрметті туыс-туғандар, енді осы жерде ең етене жақын деген туыстар ғой, осы біздің әулетке. Мынау келгендеріңізге көп рахмет. Қадамдарыңызға гүл бітсін, аяқ қолдарына дерт бермесін, аман етсін, жанұяларына қауышуға жазсын. Енді не айтайын, ағамның бүгінгі болып атқан 10 жылдық дұғасы қабыл болсын. Манаға айтқан тілектің бәрі қабыл болсын. Жолдас жоралар айтты, оны көп айта беріп, әр қарай жалғай берудің керегі жоқ шығар. Алтын уақытты бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Қалғаныңна Мәкеңе берейін. Ал құрметті ағайын туыстар, осы жерде келіп отқан ешбір бөтен адам жоқ. Барлығы осы Болаттың көз көрген, дәмдес болған. Енді барлықтарыңызға да рахмет. Енді Болат туралы жақсы бары айтылды. Шында да жақсы кісі болды, семьясына сондай адал болды. Болаттың арқасында жақсылармен бірге жүрдік. Болаттың арқасында біраз жерді көрдім. Ризамын. Енді осы балаларға осы батасын беріп, рухы қолдап, орны жұмақтан болсын деймін. Барлықтарыңызға рахмет. Ал құрметті ағайын туыстар, бүгін осы мынау біздің дастарханға жиналған сіздерге барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Әкеміз туралы біраз игі жақсылықтар өмірдегі айттыңыздар, жеткіздіңіздер. Енді мынау ағамыздың, анамыздың, үлкендердің, өздеріңіздің барлық жаңағы айтып атқан тілектер сол біздіге, біздің балаларымызға жұғысты болсын. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге сіздерге мында бір рахмет. Әкеміз енді иманды болсын. Ортада 10 жылда біраз үлкен кісілер, үлкен жасы ортамызда бүгін жоқ. Сол кісілердің иманы жолдас болсын деймін. Қалғандарыңызға ғұмыр берсін, жақсы, қызық, қуанышты өмір берсін Алла тағала. Ержан сөйлемес па? Енді қадірлі ағайын, осымен әлі де Болат ағамызды іштеріңізден еске алып жүретіндеріңізді білем. Жатқан жер жарық болсын, міне бүгінгі әулеттің беріп отырған асы қабыл болсын. Осымен ас тамам, қазір дастарханға бата беріледі. Соңынан тағы да Құран бағышталады. Батаны Әуесхан атамыздың ұлы нағашысы, Батпаққара елінің құрметті азаматы Сапар Ахметжанов ақсақал берсе, иллахи яумин. Алла тағала бүгінгі беріліп отырғаныңыз қабыл болсын. Болат марқұм сондай бір аяулы азаматымыз болатын ортамыздағы. Бүгін бір аунап түсіп отырған шығар, иманды болсын. Еліміз заман, жұртымыз тыныш болсын. Мәншүк айналайын, мыңда бір рахмет. Осылай бір үлкен іс-шара өткізіп жатқаныңа, бала шағаның қызыңдар. Бәріңізде Болаттың да әулеттің дастарханында тек қана Алла тағала қуанышта кездесуге нәсіп етсін. Бисмилла, Аллаху акбар.
Al Kur'an оқылады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا ربنا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا жаратушы ебжарах Алла Таала оқылған аяти калималардан Духа сүресінен болған сауапты әжірді нұрды шынайы ықыласымыздан арнайы бағыштадық Әуесхан ұлы Болат ағамыздың рух шарифіне шынайы ықыласымыздан бағыштадық. Алла жатқан жерін жарық, топырағын торқа, рухын шат-шадман қылып, біліп-білмей істегендерін кешу еткей. Бүгінгі алыстан жақыннан арнайы асқа басып келген халықтың Алла қадамын сауапқа жазып, сауабы мархумның рухын шат-шадман етіп, Я Раббана Кәрим бүкіл дұға тілектерді қабыл қылғай. Я Раббана Кәрим артталған жарына, туған туысқандарына, бала шағасына, немерелеріне Алла Тағала хидаятты беріп, тура жолмен жүргізіп, Я Алла өзіне шүкіршілік ететін құлдарының қатарынан қылғай. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля али сайдина Мухаммад. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Әумин, ас қабыл болсын ағайын. Ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Баратын жерлеріңізге аман есен жетуді нәсіп қылсын.